Сәлеметсіздер ме? Менің арнама қош келдіңіздер. Осыдан 3 жыл бұрын мен Жансая сіңіліммен бірге видео түсірген едім. Және сол видеодан кейін көптеген адамдар Жансая жайында сұрады. Сондықтан бүгін арнайылап онымен сұхбат жасауды шештім. Жансая, арнама қош келдің. Сәлем, қош көрдік. Және де бүгінгі сұхбатқа келіскеніңе де рахмет. Ал енді өзің жайында айта кетсең, қазір немен айналысасың? Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жансая. Мен Алматы қаласында тұрамын. Қазір оқу және өзім дамыту барысындамын. Әртүрлі кітаптар оқимын және университеттің 2-ші курсында оқимын. Біздің арнаның көрермендері және мен, сонымен қатар Жансая, біз барлығымыз тіл үйренуге қызығушылығымыз жоғары болғандықтан, осы орайда Жансая сенен тіл туралы сұрағым келіп отыр. Қанша тіл білесің және оларды қалай үйрендің? Мен жалпы 4 тіл білемін. Олар қазақ тілі, орыс тілі, түрік тілі және ағылшын тілі. Қысқаша түрік және ағылшын тілін қалай үйренгенімді айта кетсек, түрік тілін мен шетелде, яғни солтүстік Кипрда өмір сүрген кезде үйренген болатынмын. Сонымен қатар ағылшын тілін үйрену үшін мен өзіме арнайы кесте құратынмын. Карантин кезінде ерте тұрып жүгірумен айналысатынмын. Содан кейін сағат 8-9 таңғы 9-дарда грамматиканы үйренумен айналысатынмын. Яғни солай ағылшыншаны да үйрендім. Түрік тілін маған үйрену өте оңай болды. Себебі және қазақ тілі және түрік тілдерінің грамматикасы ұқсас болғандықтан маған қатты қиын болған жоқ. Жақсы. Ал енді осы орайда мен Жансая сенен спорт туралы сұрағым келіп отыр. Себебі қазіргі кезде спорт өте танымал, көп адам спортпен айналысады. Сен де сол адамдардың қатарынансың ба? Иә, мен спортпен айналысқанды өте жақсы көремін. Бұрын кішкентай кезімде каратэмен айналысатынмын. Қазақстандағы әртүрлі қалаларға, жарыстарға барып, жүлделі орындар алатынмын. Сонымен қатар өсе келе жұмыс істедім. Каратэні тоқтатуға мәжбүр болдым. Бірақ кейбір уақытта ерте тұрып жүгірумен айналысқанын ұнатамын. Сонымен қатар кейде бассейнге барамын. Сонымен қатар бимен айналысқанын ұнатамын. Бимен айналысқан маған өте ұнайды. Себебі бір позитивтік хал сыйлайды адамға. Спортта айналысыңыздар. Енді спорт туралы әңгімелесе бастаған соң, әңгімемізді спортқа бұрғаннан соң тамақ туралы, тағамдар туралы айтпау өте қиын. Сондықтан осы орайда Жансая сенен қандай тағамдарды сүйіп жейсің? Сол туралы сұрағым келіп отыр. Бізге содан біраз айта кетсең. Маған тағамдардың әр түрі ұнайды. Көп талғамаймын. Бірақ айта кетсек, маған теңіз өнімдерінен жасалған тағамдар өте қатты ұнайды. Оның ішінде кальмарлар, сонымен қатар креветкелар, қызыл балықтан жасалған өнімдер өте пайдалы әрі дәмді. Ал сен қандай тамақтарды ұнатасың, Жаннұр? Маған негізі мен тамақта талғамаймын. Маған дәмді тамақ болса болды, мен барлығын рахаттанып жей беремін. Жақсы, онда осымен бүгінгі сұхбатымызды аяқтайық. Жансая бүгінгі сұхбатқа келіскеніне тағы да алғыс айтамын. Және де көрермендер, сіздерге бүгінгі видео ұнады деген үміттемін. Және өздеріңіздің пікірлеріңізді астына комментарийға жаза отырыңыздар. Алдағы уақытта қандай форматтағы видеоларды көргіңіз келеді, соны да жаза отырыңыздар. Жақсы, онда келесі видеоларда көріскенше сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Жақсы.